Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Мен Тырбосынов Айдар Еркінұлы. Қазіргі таңда 2 ОГХ 9Б тобының студентімін. Осы колледжде оқып жүріп, топ 100 студенттер қатарына ендім. Жастар ісі комитетінің төрағасы болып сайландым. Осындай жетістіктерге жетіп жатқан ереулі еңбек пен колледждің маған деген сенімі мен қолдауының арқасы деп білемін. Осы сәтті пайдалана отырып, мен өз ұстаздарыма және колледж ұжымына өз алғысымды білдіргім келеді. Және сіздерді жаңа оқу жылымен, сондай-ақ халықаралық әйелдер мейрамымен құттықтай отырып, Төлеген Айбергеновтың «Ана» атты өлеңін жолдаймын. Арманыңды ақтарман ба, жүрегімді тербесем. Айға сіңілі, қарындастың қасиетті жүргесен. Мен өзіңді теңдесі жоқ құдірет деп түсінем. Сендік қуат, мың есе артық жердің тарту күшінен. Сұлу әлем сұлу сен жаратқан адаммен. Көк жолының қарсылығын қағып тастап барам мен. Сендік қуат болар бәлкім, басын иді көк маған. Әркез сенен туғанымды есіме алсам тоқтаман. Ал ұмытсам, ұмыт болып қаларымды білемін. Ұмыт қалмау үшін менің шарқ ұрады жүрегім. Шат жүріп ақ қас қаққанша боламын мен шерменде. Жетім емес, кей ананың жетімдігін көргенде. Көз алдымда жас дөңгелеп булығамда ызадан. Маған тіпті сөз келмейтін ұяттардан қызарам. Бұл дүниеде онсыздағы кеткен жоқ па көбесең. О аналар, кейіп асықты жаратасың неге сен. Тас бауырлар дүниеге келсін де тез кетсін де. Әлде өзгелер ондайлардан жиіркенсін дейсің бе? Қай кеудені жылытады лапылдаған отпенен. Өз кеудесін жылытуға құдіреті жетпеген. Анаң саған керек болса, балаңа да сен керек. Кезекпенен ауысатын ғұмыр қой бұл дөңгелек. Ана керек, о адамдар, ана керек адамға. Анасыздар, аң сияқты күн кешіп жүр ғаламды. Пікірімді ұнатпаған таптықта дер дананы. Даналықтың қажеті жоқ сыйлау үшін ананы.